Сәлеметсіздер ме, достар? Сәлем достар. Менің атым Рамина. Мен Шаттық балабақшасына барамын. Апай, білесіз бе? Ауылдан менің әжем келген ғой. Маған сыйлыққа бөлмеме алаша кетпеген. Алашаны әжең өзің тоқыды ма? Я. Әжең сондай өнерлі екен ғой. Ендеше сен де алаша тоқығың келіп үйренгің келеді ма? Я. Әжеңнен көргендерің болса, кәнекей біз достарымызға көрсетейік, жарай ма? Бірінші алаша тоқу үшін бізге не керек? Жіп керек. Жіп керек екен. Ал жіпті қайдан алады, қалай оны бояйды, оны білу үшін бізге бейнетаспаны қосып көріп алады. Әртүрлі өсімдіктердің тамырларынан, жапырақтарынан, қабықтарынан алған. Әдетте бояу жұмыстарын аула ішінде жасаған. Жүнді салып бояп жатыр, Бояудың беріктігі сақталу үшін оған тұз қосқан. Әбден араластырады екен. Боялып болған жүнді суға шайқап жуып, сықпай сорғытып кептірген. Міне көрдік қой, енді бізге бірінші жүн керек, ал жүнді біз қайдан аламыз, Рамина? Неден аламыз? Дұрыс айтасың, көбінесе жіпті қойдың жүнінен қырқып алады екенбіз. Кәне келе ғой, мынаны ұстап тұр. Аха, тағы да біреуін қырқып алайық. Жүре ғой, енді осы жүнді біз бірінші не істейміз енді? Жайып түтсейміз, сосын не істейміз? Ол өзі кір ғой, лас қой, не істейміз оны? Мұздай суға саламыз. Салып тазалап аламыз, содан кейін барып оны бояуға дайындайды екенбіз. Ал бірінші бояуымыз жақсы сіңу үшін оны біз не істейміз? Мұздай суға саламыз. Салып аламыз. Кәне кел, бәрін бірінші әп-әп жүнімізді алып, мұздай суға салып жуып алайық. Келе ғой. Кәне жуамыз. Мұздай суға салып болғаннан кейін, міне осыны кәне сығайық. Сығып, мына жерге қоямыз шидің үстіне. Содан кейін барып бояуымызды екінші ыдысқа саламыз. Келе ғой. Міне. Бояуымызды саламыз. Оны не істейміз? Араластырамыз. Ал бояуымыз біздің берік болу үшін оған не қосамыз? Тұз қосамыз. Тұз қосамыз. Кәне қоса ғой. Әбден араластыра ғой. Араластырамыз. Жақсы, тамаша. Енді осы бояуымызға жүнімізді салайық. Келе ғой. Пісіміна. Ал енді осыны араластырамыз. Мінеке таяқты алып араластыра ғой. Үстіне әбден араластыр. Батыра ғой. Ой, біздің көрдің бе? Жүніміз қандай қып-қызыл болып жатыр. Сенің өзі жақсы көретін түсің қандай, Рамина? Қызыл түс. Қызыл түсті жақсы көретін болса, кәнекей. Ал енді осыны алып араластырып қойдық қой. Кәне. Енді осыны біз сорғытып, ненің үстіне жаямыз? Шидің үстіне. Дұрыс айтасың, бала. Шидің үстіне суын қатты сықпай сорғытып жайып қояды екенбіз. Кәнекей ағашымызды былай қосайық. Көрдің бе? Әппақ жүніміз біздің қып-қызыл болып шыға келді екен, ал енді осыны қатты сықпа деді, шидің үстіне жаямыз. Ал кәне пісіміла деп, кәнекей шидің үстіне жаяйық. Бұны біз не істеуіміз керек енді бұл? Кебу керек. Кебу керек, дұрыс айтасың. Ал осы жүніміз бізде кебе берсін. Бізде мінеке осындай керемет, мінеке қараңдаршы, боялған. Бұны жасыл, қызыл түске, түрлі түске бояуға болады екен, Енді бұны не істейміз? Түтеміз. Кәнеке әдемілеп түтіп көрейік. Асықпа. Бетіп түтеміз. Үлпілдек бұл барлық мынандай жаңағы қатты болып қалған үйіскен жерлерінің барлығын жазамыз түтеп. Өте тамаша. Енді міне қараш,
жүніміз әдемі үлпілдеген болды, иә? Ал енді келіп отырамыз. Енді осы жүннен, қарай ғой, осы жүннен алаша, кілем тоқитын жіпті немен иірген? Ұршықпен иірген. Дұрыс айтасың, мінекей, осы ұршықты алып, мінекей, осы жіптерімізді жалғап, әжелеріміз біздің осылай қозғалту арқылы, көрдің бе? Мынандай керемет жіптерді жасап шығарған. Міне, осы жіптерді, міне тоқылған, иірілген жіпті ұршықпен не істейміз? Иіреміз. Иіріп, орап қоямыз. Міне сонда кезде бізде осындай керемет дайын жіптер шығады екен. Осы жіптерден барып бізде не істейміз? Алашамызды Алаша тоқимыз. тоқимыз. Ал енді бері қара. Алаша тоқу үшін бізге қандай зат керек? Көрдің ғой? Мына суретті қарашы. Алаша тоқу үшін бізге тоқыма станогы керек. Бұрынғы біздің ежелгі әжелеріміз осындай қолдан аталарымыз жасап берген тоқыма станогынан керемет алашалар және кілемдер тоқыған екен, иә? Ал біздің енді қасымызда мінекей кішкентай ғана өзіңе шап-шап тоқыма станогың бар. Ал енді біздің достарымызға тоқып көрсетші, кәнеке, қалай тоқисың? Айтып тоқимыз, кәне. Инені. Жіптің арасынан оңға солға қарай жүргізу арқылы тоқимыз. Тоқимыз, кәне, тамаша. Көрсете ғой. Өте тамаша. Ал мынау тарақ не үшін керек? Тараймыз. Кәне, итере ғой. Осына бекітеміз, иә, мына жерден тағы да бір жүргізіп көрсете ғой. Енді оңға қарай. Тартып ал. Жарайсың. Ары қарай жүргізіп бол. Бұны біздің Рамина уже біраздан бері тоқып бастаған, иә? Мінекей, көрдің ғой? Біздің жүндерімізді әртүрлі түске бояуға болады екен. Қандай түстер екен? Атап өтші, кәнеке. Жасыл, сары, розовый, қызғылт түс, көк түс және күлгін түс екен, иә? Мінекей, керемет алаша болды екен. Ал енді Рамина айтшы, бұл алашаны тоқып болғаннан кейін сен не тоқығың келеді? Мен кілем тоққым келіп тұр. Кілем тоқып үйренгің келеді, иә? Ал не үшін кілем? Болашақта сен тоқымашы болғың келеді ме? Иә. Сосын Мен кәсібетімді ашам. Өз кәсібіңді ашқың келеді екен, иә? Өте жарайсың, талабыңа жетуіне мен саған тілектеспін. Ал бүгінгі біздің мәліметтеріміз біздің достарымызға ұнаған болу керек. Ал ендеше достарымызбен қоштасамыз. Сау болыңдар. Сау болыңдар.